азығы, тоқ болса қазығы бір болған табынатын тәңірі, бағынатын әмірі бір болған қасиетті қазақ жұртшылығы ассалаумағалейкум деп бір амандастырып есептеңіздер. Той құтты болсын жәмиғат, жұғысты болсын бағыттарыңызға. Мінекей басына бұлт қондырған, баурайына жұрт қондырған киелі Алатаудың етегінде Түрген шәһәрінің қақ төрінде тағы да бір тойдың басталуының алдында тұрмыз. Енді тойдың басты себепкерлері бұл тойдың болмайтындығы анық. Бүгін мінекей бесік той мен сүннет тойымызды қатар қосып жасап жатырмыз. Қос дүниең абат, қос қуанышың қабат болсын деп қазақтың айтатын тілегі осындайда шығар. Ендеше тауып айтқан шын сөзге құн жетпейді, жүрегімде жырменен гүл көктейді. Мінекей дүбірлетіп жасадық біз бесік тойды және де сүннет тойды. Құттықтап қойыңыздар той иесін, қуанышсыз көкейден кір кетпейді. Бүгін кім алақанын қатты соқса, демек сол той иесін құрметтейді деп, бүгінгі той себепкерлерін құрмет қошеметпен ортаға шақырайық. Қан салайық, қол соғайық, ашамайын атқа, мұсылмандық таққа мініп жатқан баламызды ортаға шақырайық. Тұлпардың қос жағында қоржын ұтып, баламызға берерлеріңіз болса сол қоржын қақыстырып қойсаңыздар болады. Алтын жүріп айтқан қайтыңыздар. Бостан тұлпар бақтаған, болаттан қылыш сақтаған, басын алып дұшпанның бауырын отқа қақтаған, баяғының батырлары осындай болған шығар.
шаш болсын сәукен. Бүгін біздің елімізде бір емес екі қуаныш деп жаңа тойдың басында айттым. Бірі бүгін мұсылмандығы қуаттанып ат жалын тартып азамат болып жатқан бағланымыздың сүннет тойы болса, екіншісі Нұрғалымның бесік тойы. Олай болатын болса, осы бесік тойдың да себепкерін ортаға шақырып қойып, жақынырақ әкеліп. Мінекей. Қазақтың келешегін ойлайтын, ел үшін аянбай еңбек ететін азаматтардан болып өссін. Енді осы кішкентайымызды атынан түсіріп алайық, және өзінің ақ пейілін, ықыласын білдіретін нағашы жұртынан Қайрат ағамызды ортаға шақырайын деп отырмын. Қайрат әкеңіз. Астына жиендердің қақшуға тайым мінгізіп қолбаштап жүретін осы нағашылары осы ақбоз атынан өзіңіз түсіріп алыңыз деп арнайы шақырып отырмыз нағашылар ретінде. Бісміллә деп өзіңіз. Жасын, тамада музыканттардың ақшасы шықты ме? Көп рахмет. Мінекей той иелері ортамызда тұр. Құрметтер, қошеметтер, дастархан басына айғастырайық. Рахмет қайдеңізсіздер. Дастархан басына. Келіңіздер, түгелдей. Той құтты болсын, береке құтты болсын. Сіздер жайғаса беріңіздер ақында. Данияр ағамыз бен Бейсенбай ағамызды ортаға шақырайын деп отырмын. Орта тұсқа тілек алаңына жақындап келіп, осы тойдың басын өздеріңіз бастап берсеңіздер деп отырмыз. Келіңіздер, Данияр ағамыз бен Бейсенбай ағамызды ортаға күтейік. Қариялардың біраз сөзінсіз қазақтың тойы жиыны басталмаған, сондықтан елдің үлгілі ретінде осы тойдың басын алғы сөзін өздеріңіз айтып, бірауыз ақпаталарыңызды берсеңіздер де болады балаларға. Ассалаумағалейкум. Бүгінгі кешке жиналған алыстан кел, жақыннан келіп отқан ағайындар, құдалар, ағалар, туыстар, бауырлар, мінекей бүгінгі Сәрсенбай мен Татьянаның және Жасұлан мен Бағиданың тойына қош келіпсіздер деймін. Toylar toy olasın. Negi zaten biliyorsun Allah yarakasına da kabul etsin, kavim kabul etsin, öyle bazılarımız olsun, azamat olsun, batıklı olsun. Şimdi toy men 5 toy katar жасап Жасұлан мен Нұрғалымға рахмет. Negi sizlerді жинап olsun, toy жасамады. Toylar toy olasın. Bazılarımız үлкен азамат болып, ер жетіп, үлкен елді басқаратын азаматтардың бірі болсын деп тілеймін. Алла. Ассалаумағалейкум. Осы кешке жиылып отырған қауым сарасқалар расында үлкен қуаныш. Оның ішінде міне Сәкен мен Танияның, Жасұлан мен Бағиданың, Нұрлан мен Үміттің екі той қабат болып тұр. Екі тойы қабат болсын, екі тілең қабат болсын деп жатқанымызды айтады ғой. Міне алыс жақыннан келіп жатқан ағайын, оған дос, құдағында, әрдеріңізінде, қадамдарыңызда көрбітсін, осындай жақсы күнде бас-басып отыра берейік. Мына балаларымыз бақытты болсын, Алла өмірімен берген болсын, жоғары белестерден көрінетін мықты азаматтар болып жетіле берсін. Не дейміз, әр уақытта осындай жақсы күнде тойда өстіп бас-басып ойнап күліп отыра берейік. Барлығы да бақытты болсын. Рахмет. Дастархан аша сыйлай ала беріңіздер. Ай, бәрекелді. Түргеннің осы тектаулы той тойлап бүгін кеп қалды.
Екі бірдей ағамыз тілекке жақсы тоқталды. Атамыз болып шығып еді, Амантай қажы болып қалды деп таңғалып отырған шығарсыздар. Жауып жатқан шабанымыз сіздерге деген зор құрметтің белгісі деп қабылдаңыздар. Төр сіздердікі, той сіздердікі жайғасыңыздар, жайланыңыздар. Той иелерінде дастархан басына шақырамыз. Әзірше дастархан ашық деп жарияладық. Ас үстінде сіздерді мазаламай, астан дәмден алып отырыңыздар. Біздің биші қыздарымыздың орындауында бос тамаша би тойға шашу болсын. Аллаңыздар. Ағаларымыздың алғы сөзінде де айтылған бүгінгі той иелері сіздердің алдарыңызға шығайын деп отыр. Сәрсен ағамыз бен Тания тәтемізді, Жасұлан мен Бағиланы, Нұрлан мен Үмітті бүгінгі той иелері деп қошеметтеп, құрметтеп ортаға шақырайын. Асалыңыздар, ал кете Таныса шапалақ соғылды деп ойлаған менде. Енді әр дастарханға барып бүкіл халықтың көңіл күйін сұрауға мүмкіндік болмайды. Сондықтан да төрге барып барлығына бір амандасқандай болып айтайық. Сол той иелері сіздерге барды деп соны есептейік. Той иелері де құрметтеп, қошеметтеп төрге бір барып қайсын. Қол соғып қошеметтейік, шынайы риза екенімізді шапалағымызбен көрсетейік ендеше. Ал
амандасты деп қабылдаңыздар, көңіл күйлеріңіз сұрады деп есептеңіздер. Енді емін-еркін отыра берсеңіздер болады. Той келгенде дастархан басына шақырайын. Сөздеген қиын емес, ақынға түк. Бүгін міне бағлан атқа мінді, той-тойлайтын мезгілді жақындатып, нұрасылды бесікке салған екен, басына қатар қонып жатыр бақыт. Бұл өзі көптен күткен той еді ғой, алауын жақты бүгін лапылдатып, көптен күткен бұл тойда қол соғайық, көптен жауған бұршақтай сатырлатып деп кішкентайымыздың құрметіне бастайық тойдың басын. Қадірлі құрметті жастар, енді тойымыздың алғашқы тілек тізгінін ұстайтын қонақтарымызды біртіндеп ортаға шақыра бастайын. Алғашқы болып еліміздің үлкендерінен, әулетіміздің жақын туысқандарынан бастайын деп отырмыз. Ел шетіне жау келсе, ер жігіт жасып кідірмес, ел ішіне дау келсе, шешеннің тілі мүдірмес. Атаңның кегі болса да алдыңа келсе, құның кеш, бірін қазақ, бірін дос, тамырың бірсін түбірлес. Жердің көркі дәрия, елдің көркі қария, бағасын біліп ғұмыр кеш. Иілгеннен үлкенге иықтан мойның үзілмес, ақсақалдар алтын қой, барында қадірі білінбес. Қарттарыңды сыйлай біл, күндердің күні келгенде, кімдердің белі бүгілмес деп бүгін жырау. Ендеше осы үлкендерімізді құрметтеп, қадірлеп, алғашқы болып тілектің тізгінін ұстатайын. Олай болса, бозарып самайына сынап тұнған, сақалын періштелер тұрақ қылған, әкелер мен аналар сөз бастасын, табанының астында жұмақ тұрған деп, осы елдің үлкендерінен бастайын деп отырмыз. Зәуре және Айгүл, Данияр, Қалдыгүл есімді қадірлі үлкендеріміз бастап, Төреш және Тұрсынай, Бейсенбай және Жарқын, Тамара, Рүстем, Гүлнара, Базарбай, Гүлзамира, Айшан, Нұрлыбек, Әлбек, Тыныш, Мүсіріп, Жанар, Нұрбақыт, Ораз, Жадыра, Төрі, Мадина, Базарбай, Алтынбек, Ләззат, Кенжебай, Алма, Амангелді, Жақсыгүл, Сәндібек, Жүзбай жұбайымен бірге Рома, Айнұр, Гүлдана, Олғас пен
Рәлима да осы тектердің қатарында болса депті. Бірге келіңіздер, елдің үлкендері бір топ туысқандарыңызды той төрінен көтеріліп, тілек алаңына жақын келуін сұрайды. Қазалайық, қошеметтейік. Төменге қарай жақындап тұра беріңіздер, тілектен кейін осы биді қатыратын сияқты отырмыз. Құдай қаласа, қазір жақсылар бір-екі ауыз ақ тілегімізді айтып алайық. Айтылар ақ тілектеріңіз болса біз тыңдауға дайын. Енді елдің үлкендері, әулетіміздің үлкендері, бір топ туысқандары деп ортаға шақырттық. Екі тарпа болса да құйысқанға жетпейді, етене жақын болса да туысқанға жетпейді дейді біздің қазақ. Сондықтан осы туысқандардың бір-екі ауыз ақ тілегін тыңдауға шақырам. Қазақта жақсы сөз бар. Үлкен кісілердің сөзін бөлме, ойынан жаңылдырасың. Ата-анаңның бетінен келме, көңілін қалдырасың. Оларды сыйламасаң, кімді сыйлап оңдырасың дейді. Әкелерімізде, аналарымызда, үлкен кісілеріміз міне ортада тұр. Осы үлкендеріміз бастап ақылдасып тамаша тілек айтсын, жастар жақ мүмкін жақсылап билеп қайтармыз деп тұрған шығар. Кімнен бастайық? Жол үлкен, жас үлкен, кімнің пенсиясы көп деген дейді. Ал мына жақсы ниетке жиналған қауым, бәріңді де осы тоймен құттықтаймын. Келінім, қайным, жаслан, нұғлан, келіндерді бәрін осы жақсы ниеттерімен, тойларымен құтты болсын айтам. Балдарың өсіп, азамат болсын, осы үйде тек той бола берсін. Бәріңізге отбасыңызда осындай тойлар болсын. Тақта бармадан кешарып, бүгінгі той, құтты болсын той үйлеріне. Мына балдарымыз үлкен ер азамат болып өссін. Елде елеулі, халқында қалаулы бір азаматтар болып өсуіне тілектеспіз. Сүндет той, бесік тойлар құтты болсын. Әр уақытта амандық, саулық болсын. Ассалаумағалейкум, осы кісіге жиналған қауым. Тамия, Сәрсен, Жаслан, Бағи, Үміт, Нұрлан. Жаслан, мына адам өмірге келгенде бала деп келеді ғой. Мына ұрпағың, бағланың, ата-ананың парызы, баланы сүндетке отырғызу, әйтеуір бәрі парыздары бар ғой, соның ең алғашқы парызын орындап отыр екенсің, Алла разы болсын. Нұрланжан, мына үлкен құтты болсын, ісінен жалғаса берсін. Тамия, Сәрсен, осы балдарының тойы құтты болсын, балдарың бақытты болсын, бағланың да өмір жасы ұзақ болып, осы ата-анасында үлкен, осындай жанелерде той бере берсін. Нұрланның, Нұрасылдың да бауы берік болсын, денсаулығы мықты болсын, ата-анасының адам перзенті болсын, осында алтындағы Жаслан атасындай, бағлан ағасындай үлкен азамат болсын, ізіне ере берсін, не қылайын, тойларын той қыласын, тойлар құтты болсын. Мен бүгінгі кешке жиналған қауым, бүгінгі тойдың себепшісі, ең келінім мен қайнымның немерелерінің сүндет тойы, бесік тойы, тойлар той боласын. Айналайын балдарым, бақытты болыңдар. Балдарың да бақытты болсын, өз емек саған кет азамат болып еді.
Ассалаумағалейкум тойшы қауым. Міне бүгін Сәрсенбай ағамыз бен жеңгеміздің үйінде мына немерелердің бесік тойы, бауы берік болсын, сүндет тойы. Мына немерелеріміз халыққа, елге, бірінші мына Қазақстанның еліне қызмет ететін үлкен азаматша болсын, екінші мына Сарыағаш әулетінде үлкен үлгілі азаматша болып өсе берсін. Келіндердің құлағына алтын сырға, осы ұрпақтарымызды Сарыағашқа ұрпағын көбейте берсін. Алла Тағала өмірмен берсін немерелерімізді. Әрқашан ана үйімізде тойда, осындай үлкен тойларда кездесе берейік. Уақыт болсын. Кеш жарық құрметті қонақтар, бүгін бүгінгі жиналған сөзіміздің Сәрсекердің тойлары құтты болсын, жасынан мына екі той аман-есен табан болсын деп үлкен той бересіздер. Ата-анасына қызмет қылсын, балалары үлкен тойларда кездесіп жүретін керек. Ассалаумағалейкум, мына кешке жиналған қауым. Бүгін Сарыағаш әулетінде менің бауырларымның отанында үлкен той болып жатыр. Құдайберген аға, Тазагүл апа, Бағлан тайдың сүндет той құтты болсын сіздерге де. Мына Шымкенттен үлкен керуенмен келіп жатқан Малик Махаббат сіздерге де Нұрасылдың шілдехана той құтты болсын. Қош келдіңіздер, құдалар. Мына бауырларыма айтарым, Сәрсеке, Таня жеңше, Жаскөмен Нұрганчик келіндерім, бүгін Ақтүйенің қарын жақ деп атымыз ғой, қанша күннен бері қандай керемет қызу дайындықпен Алла деп үлкен сарай толып жатыр. Осының бәрі сендерді сыйлап, сендер жақсы көрген шын жүректен тілектес адамдар келіп отыр деймін. Алды Тараз, әйтеуір бүкіл Қазақстанның барлық елдерінен келіп жатыр, облыстарынан. Барлықтарыңызға той құтты болсын. Бүгінгі менің бауырларымның өмірге басып жатқан қадамдары құтты болсын. Атқа мініп қамшы ұстады деген сөз, ер азаматтығын мойындады деген сөз. Нұрасыл жанымен өмірге келді, әдемі өмір бастап, ізінен ере берсін. Келіндеріме рахмет, ұрпақ жалғастырып жатқан. Текті жердің балалары болып өссін. Барлық болсын, барлық білімді де болсын, өнерлі де болсын. Бауырларында бәрі болсын. Той-тойға аласын, құтты болсын. Ол деп, қыз деп армандағандар бәріне жетсін. Бақытты болыңыздар. Ассалаумағалейкум, бүгінгі кешке жиналған қауым. Сахнаға тәжі немерелеріңізді сүндетке тұрғыларға кәсті құтты болсын. Әрдайым биіктерден көріне берсін. Не дейміз? Барлықтарыңызға болсын, құтты болсын. Баяғыда осындай бір жиын тойда Қожа Насыр отыр дейді. Сөйтсе сол ауылдың молдасы айтқапты. Қожеге намаздың уақыты кірген сияқты дәрет алып келмейміз ба деп. Ой, алсақ алайық деп Қожа Насырда бір құман ұстап алып кетіпті толмаңдап. Біраз уақыт жоғалып кеткеннен артынан молда іздеп бармай ма? Сөйтсе Қожа Насыр кеудесін ашып алып, сықылап жуып отыр деп дейді. Сөйтсе молда айтты, Қожеге сіз дәретті дұрыс алып жатқан жоқсыз. Дәрет бүйтіп алып аушы еді ғой, десе Қожа Насыр айтады дейді. Ең бірінші жүрегімді жуып тазалап алайын деп едім ғой. Енді сол айтпақшы, сіздердің жүректеріңіз бұл жанұяға келгенде жууды қажет етпейтін, тазалауды талап етпейтін әппақ екенін мен іштей сезем. Енді оны микрофон ұстасақ, бәріміз дәлелдейтін болсақ, оны таңатып кетуі мүмкін. Өткенде осы жасұланмаған келгенімізді айтты, тойды өзің жүргіз, жақсылап өткізейік деп. Мен сұрап жатырмын сойын. Сен үшін ең мықты тамада деген кім ол? Ақын болу керек па, асылып салма? Ойнату керек па, билету керек па, КВНщик болу керек па деп сұрап келсем, жасұлан мені тоқтатты да. Лично мен үшін ең мықты тамада сөйлеп болған адамдардың ұмыттырмай конвертін бергізген тамада деді ғой. Сол сый-сияпаттарыңыз бар екен, оны да көріп тұрмын. Қазір мына сіздердің құтты қолдарыңызбенен бүгінгі тойға дайындалып отырған, жаңа лотереяны айттым ғой. Бас жүлдесі Жасұлан. Кеш өзің. Ел сенбей. Нұрландікі ма? Мәшіне кімдікі? Мәшіне Нұрландікі ма? Қандай мәшіне? Мерседес. Қандай? Мерседес МЛ. Қай жылғы? 2000. Автомат? Автомат. ГУР? 3-2 авионмен. Соның кілтін тігіп отырмыз деп айттым жаңа, дұрыс айттым ба? Қой, уверен айтсайшы? Я, десейші кәдімгі. Точно ма? Уәде ма? Әке болды. Міне, елдің алдында уәде берді.
Toydың соңына дейін olsаңыздар, мен қайтуларыңыз бек мүмкін. Әзірше жұбату сыйлықтарды үлестірейік. Ана утешительный деп жазады ғой. Сонда мына ортамызда үлкен ағаларымыздың қолымен бір 2 билет алайық, бір ер адам апа өзіңіз бастаңызшы. Біреуін алсаңыз болады. Өзіңіздікі де шығып қалуы мүмкін, рас. Ашасыз бірақ ол. Нөмірі 206 билеттің иесі бар ма ортамызда? 206. Кәне, ойбай, бар екесіз, кәне көрсетіңізші. Жаңа өзіңізбен ала келіңіз деген солай болады. Сау болыңыз. Аға, 260 билет келгенше тағы бір билетті мен ұтысқа салып жіберейін, аға. Бісміллә. Өзіңді кішкісін деп қойсаңызшы. Деп қойсаң. 281. Бар ма? 281 билеттің иесі. Бар болса қолын көтерсін. 281. Жоқ. 1, 2, 3, 281 жоқ екен. Сыртқа шығып кеткен болу керек соған қарағанда. Сыртқа шығып кетсеңіз, 30-нан тұрып аласыз, көрдіңіз ғой? Тағы біреу сіздің қолыңызға. Билеттеріңізді келесі қонақтар өздеріңізбен ала келгендеріңіз жақсы. Құрттай өтқаны жасай. Жасынан қағазда экономдық тұр. 206 қазір беремін оны сыйлық. 200-дің үстіне алғасыз ба оларыңыз? 260. Бар ма? 260 билеттің иесі. Бар болса қол көтеріп, болмаса орныңыздан тұрыңыз. Бар ма екен? Ой, бар екен. Билетмеңіз, билемесеңіз бермедіңіз. Бар екен. Жаңа сіздікі? 206. 206 мен 206 екеуі де ұқсас нөмірлері шыққан екен. Оны енді бұл кетті. Бұл кетті. Мынау да кетті. Бұл кетті, ол тұсқа түсті. Жаңағы шықпай қалған билет. Қайсы? Ойбай, өзіңізді тұра берсін. Сіздікіне емейл шығып қалуы мүмкін, біраздан кейін. Бір рөлде ағырамал мемлекеттік қызмет керемет болады. Осындай тойымыздан толықтай тарту болсын деп, сіздерге мына жұбату сыйлықтарын үлестірейік. Мына қажыға барып келген азаматтардың жолын сіздерге берсін, жайнамаз сұнайын деп отырмын сіздерге мінекей. Құдай сол қасиетті орында, Қағбаның алдында, Құдайдың алдында бас июді, сол жерде дұға тілектілеуін нәсіп қылсын деп тілейміз. Енді суретке түсіп алайық деп тұр жігіттер. Жібер, туысқандар үшін бір тамаша бейді. Кеттік! Oh
көпке тойларда бесік той деп айтады, бірақ сол бесікке бөлеуді, бесікке салуды көп көрсете бермейді. Қазіргі жастар көбірек көргені, келіндердің білгені жақсы болсын деп, арнайы тойдың үстінде бір көрсетейін деп отырмыз. Assalamualaikum, bagaimana kaum? Bagaimana sahabat Aurel'de ülke toydum büyüğü eski sağlıkçı olaydı zaten ama bu kardeşimin bana olsa problem yeri otur ötken yolu anlamlar önemli köygenin üyesini beslik sarmamız. Onların beslik sarmamız bilemiyor, bugün de sondayım. Özüm tohum, basman kıtalarınızı ölçüşmekte öldürtürüm. Endi sol beslik sarmamız yaşlarını görürüz. Beslik köygen gezimini kazaklarının her şeyde hakkında beslik sarmamız yaşlarını özünün köpüne özgersizliğe varken görüp kankaldım. Beslikte жасаған ағашының өзінде бесіктің ішіндегі балаға арналған көрпе, төсек, көпшік, беліне байлайтын бетіме орамалдарына дейін оның қандай материалдан жасалғаны соның бәріне қазақтың көп көңіл бөлген екен. Матрастарының салынған соның кірген матасының өзі мақтадан жасалған өте жақсы екен. Сонда баланың денесі демалып, бесік ішінде жақсы жатар екен. Және түйенің жүнінен жасалған көпшіктер салынған екен. Сосын енді біздің жағымызда Қызылорда облысында көбіне отпен аластап және шайдан жын келмесін деп басына жасын қойып, нан қойып, ала қорқпайтын болады деп, сосын қыз балдарға айнамен тарап, ер балдарға қамшымен сол бесікті аластап отырады екен. Апа енді өзіңіз сонысын көрсетесіз бе? Нарда бесіктің барлық бүрістеген оның жастығын бәрін тігіп жасап әкеліп қойыпты. Енді біз оның тігіп бәлеге қалмай екенбіз, бірақ қышымасын жасайық. Мына балалардың өміріне ертең есінде қалатын естелер осы күндер бойы. Сондықтан әже сіздің қолыңызда жабермен қышымасын айтады. Қандай қышымасы? Сол шықманы берді екен, сосын кеше, мен жаңа ізден көріп бердім ғой, сол шықмадан баланың ешенесіне салып, соны иттің мойнына байлап, ауылдың жас кішкене балалары соны қатты қуалап, соны қолын жетіп, сол ешенедегі конфет тәттілерінің бәрін содан алып жейді екен. Енді мұның сыры неде десем, қолда ит деген жерді қазынаның бірі, сол қазынасын қолайды деп астынан тұрсын, астынан. Не
Sarkaskalara kulsalar деп atыр. Бірақ енді мына құлыңыздың үстіне кішкене қандай болсын, тоғыстырып нәрсе жабу керек. Костюмін жапшы. Тоғыстырып нәрсе жабу керек дейді. Ол үшеу, бесеу, кәне тағы келетіні алдасы ұйқысы қалың, мұна қалың болса, ертең жұмыс жасамайтын болады. Жатқа орындар орынды ала беріңіздер. Енді кесін. Әжесі батамен сөйлесіз бе? Құлды сатты, ұйқысын қалың еді. Аған жатқызды, бата беріңіз. Allah versin dilekler, bugün kokuyu bilekler, Allah vergen dilekler, қауіп пен қатерден жаратушы сақтасын, тығыз дәулет белге ой қырынан таптасын. Достарың болған сүйініп, дұшпаның болған күйініп, дос сүйсініп мақтасын. Осы айтылған ақ батанды ақ пайғамбар шақтасын. Ұлдарыңыздың бау берік болсын. Қыздарыңыздың, ұлдарыңыздың өсетін, өлетін, бесігі құтты болсын. Сарғазға әулетінің тұқымдарын көбейтетін келіндері де құтты болсын. Балам, балам дегізген, инамарғы мінгізген, келіндерден айналдым. Біз немере бізге сүйгізген деп, соларға Аллах Акбар балдары көп болсын. Баламыз еске салынды, ұйқысы қанық болсын деп тоғыз қабат жапа жапты. Одан қалың жапқандар, ұйқысы қатты болып кетеді, депутат болып кетеді ма? Осы тойдың үлкен астың уақыты дайындалып жатқан сияқты, сол үлкен ас келгенше үлкен жұрттың бірінің тілегін тыңдап алғанымыз дұрыс шығар. Үш жұрттың ішіндегі ұлысы, ірісі, қисып кетсең өткен, жақсылықтың жолын өткен нағашылар ортаға шығайын деп отыр. Әйеліңді сыйлай біл, анасы деп балаңның, нағашыңды сыйлай біл, ақ сүт үшін анаңның деп жатады. Сонда осы үш жұрттың ішіндегі ұлысы Сәрсен ағаның және Жасұланның, Бағиланың, Нұрлан мен Үміттің нағашылары, бөлелері бірге шығайын деп отыр. Жиендерменен бірге Мейрамгүл және Мейрамгүл әжеміз бастап, Қалдыбек, Марал, Толқын апа, Орынгүл апа, Шынықал апамыз бен Қалдыгүл әжемізді, Зүлфия апа, Азамат, Фируза, Ашок, Исмаил, Айткүл, Гүлнара, Серік, Болғанай, Байдулат және де Нұржан Сара, Нұрлыбек, Жанат, Сүндет жұбайыменен бірге Мадияр мен Наргиза бөлі жиендердің қатарынан Бауыржан, Ғалымжан, Алдабек, Жәнібек, Гүлбаршын, Әбілхан, Айгерім, Ердәулет, Ердос пен Ғабит есімді туысқандарымыз да осы тілектің ішінде. Бірге келіңіздер, содан мен үлкен астың да уақыты дайын. Qashanda batiri yengil darasa, ben sana bu
Зульфия апа, Азамат Феруза, Ашок Исмаил, Айтгүл, Гүлнара Серік Болғанай, Байдулат Нұржан Сара, Нұрлыбек Жанат Сүндет Чубай менен бірге, Мадияр мен Наргиза, Бауыржан Ғалымжан, Алдабек Жәнібек, Гүлбаршын, Әбілхан, Айгерім, Ердәулет, Ердос пен Ғабит деген екен. Ал нағашылар келіңіздер. Нарбек есімді қонақтарымыз болса, осы тектің қатарына қосылсын деп отыр. Ал жақын келіңіздер. Жинақ тұрайық, төменге қарайық. Сәл жақынырақ тұрыңыздар. Әжесі де осы тектің ішіндесі ғой деп келіңіз. Ой, рахмет. Сәрсен ағам, сіздің де нағашыларың осы тектің қатарында. Нағашы деген жаңа мен айтып тұрған жанашыр жұрт. Жиендерінің астына ат мінгізіп, құрметтейтін жомарт халық осы нағашылар. Баяғыда осы Жаслан сияқты бір жиені нағашысының еліне барып айтады дейді. Нағашы, баяғыда менің тойымда бір мал атап едіңіз маған. Сол мал одан бері бірнеше жыл өсіп кетті, өсіп өніп біраз мал болып кеткен шығар осы кезде. Соның бәрін жинап алып кетуге келдім десе, нағашысы айтады дейді, әй жиен дұрыс, сөзің жақсы екен. Мал жинайтын адамның сөзі мынау. Бірақ мен саған еркек мал атанам, одан хабарым бар ма деп айтады. Сол сияқты не атайсыңдар, оны точносын айту керек та. Мына нағашы мен жиеннің арасында қалжың қағытпай әзіл бұрыннан жүреді. Бір күні нағашысы кішкене тұмауратып ауырып қап, жиені көңілін сұрап бара алмапты. Бір кездесіп қалған кезде жиеніне ұрысып алды дейді нағашы, қу жиен, өткенде мен ауырып жатқанда сен көңілім сұрап келуге жарамадың ғой мен. Не қылып келмейсің десе, жиен де қалжыңға басып айтады дейді, нағашы енді ауырғанымыздың соңы сөзі емес шығарайды барамыз ғой Құдай қаласа айтады. Сол айтпақшы Құдай сақтасын, бұл тойдың соңы емес, тойдың басы ғана. Бүгін бесік тойында, сүндет тойында өтсек, ертең осы балалардың үйлену тойына да келіп тұруды Алла жазсын. Сондықтан да бүгінгі тойға лайықтап арамыздан үлкендеріміз сөйлейік, жастарымыз билейік бүгін болса. Алла аманат бастасын. Şortlaktava etmeyin. Serse, Tanya, ana toy жасап жатсың ғой, осы қалыпты жинап жаным. Құтты болсын тойларың. Балдарыңның өмір жасы ұзақ болсын. Қызығы ата-анасымен болсын. Сендер осы балдарыңның немерелерінің арқасында күліп ойнап шапқылап жүре беріңдер. Тойларың тойға жалғаса берсін. Құрметті бүгін кешке жиналған қонақтар, міне бүгін Сәрсеннің үйінде үлкен қуаныш, Сәрсен Нәзир, Жаслан, Бағила, Нұрлан Үміт, бүгінгі қуанышы күндерің, балдарының сүндет тойы, бесіналы тойлары құтты болсын айналайын. Осы тойлар әрқашанда мәңгілік болсын, артынан бұлғыз еріп, осындай тойлардың көп болсын. Осы балдарға жас сәбилерге ұзақ өмір тілеймін, денсаулық тілеймін. Атасының, анасының, ел халқының жақсы азаматтары болып жетсін. Біреуі елді басқаратын елбасшы болсын, және біреуі елді қорғайтын қорғаныс министрі болсын. Осылардың қызығына көріп, Нәзир Сәрсен, Жаслан, Бағила, Нұрлан Үміт, Шымкенттен келіп отырған құдағайлар, Мәлік, Махаббат, Құдай берген Құда Садағын, Құдағай, осы сіздерге де құтты болсын. Айналайын, бәрі көшеде отырған қара көздерді жұмысты болсын, тойларына құттықтаймын. Бәріне денсаулық тілеймін, той-тойға ұласа берсін.
амансыздар ма бүгінгі кештің қонақтары? Міне бүгін Сәрсен менен күйеу баламыз Сәрсен менен сіңлім Таняның үйінде үлкен қуаныш. Қуаныштың себепшісі немерелері мынау Жасұланның ұлы балам менен Нұрланның ұлы Нұрасылдың үлкен тойы, бесік тойы. Сәрсен, Таня, Жасұлан, Нұрлан болып атқан тойларың құтты болсын жаным. Балдарың бақытты болсын, қатарының алды болсын, өсін, үлкен жігіт болып, осы сендерге қызмет қылатын үлкен азамат болып өсе берсін. Дендерің сау болсын өздерінде, осы балдардың қызығын көре беріңдер жаным. Айта берсек тілек көп, оны уақыт көтермейді. Шын жүрегімізден ақтағын барлық ішіміздегі ақ тілектер сендерге, жақсы тілектеріміздің бәрін сендерге тілейміз. Мынау жаңағы тойларды тойға ұласа берсін, еліміз тыныштығымыз, жүзіміз аман болсын. Осы тойдың артынан ұл қыз ере берсін балдардың артынан. Біз қуанып келе берейік тойға. Әрқашан тойларды тойға ұласа берсін жаным. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар. Сәрсеке, Таняпшы, мынау немерелеріңіздің мұсылмандық тойы құтты болсын. Келешекте үлкен азамат болсын, дені сау болсын. Тойларыңыз тойға жалғаса берсін. Әрдайым жақсы тілекке тойға келеді. Ассалаумағалейкум. Жақын жоқ туысқандар, құда андалар. Барлықтарыңызге мына Сәрсеннің балдары жасап атқан тойлар құтты болсын. Мына 4 жас бақытты болсын. Өздеріне көбейіп, мына кісілер айтқандай сол тілектердің бәріне қосыламыз. Өзбекстаннан жалынды сәлем, қалған ағайын туыстардың атынан бәріне жалынды сәлем. Сау болыңыздар, өмірлеріңіз ұзақ болсын. Келешекте үлкен азамат жігіт болып жете берсін. Құрметті тойшы қауым, міне бүгін Оспанды әулетінде үлкен той. Бұл тойдың себепшісі міне Бағанжан сүндетке тұрып, тайға мініп жатыр. Мен Расылжанның бесік тойы болып жатыр. Мен біріншіден өзімнің күйеу балам мен Таня сіңліме құтты болсын айтамын. Сәрсе балдар бақытты болсын. Жасұлан Бағила, Нұрлан Үміт, сендерге де тойларың құтты болсын. Тойға ұласа берсін, осы балдарының қызықтарын көріп ойнап жүре беріңдер. Бізден үні қарындастар ере берсін. Бақытты болыңдар. Ассалаумағалейкум. Алыс жақыннан келген тойсын қауым. Мынау бүгін Алталаштың басын қосылғанмен ағайын туыстың басын қосып, құда жекжаттың басын қосып бүгін біздің жездеміз Сәрсен, әпкеміз Тания бүгін дастарға жайып отыр. Сәрсен жезде, Тания әпке, мынау желдерін, Жасұлан, Нұрлан айналайын. Тойларыңыз құтты болсын, келіңдер. Бұл тойдың себепші әрине кішкентай сәбилер жаңағы. Осы сәбилеріміз міне атқа мініп жатыр. Ел танитын Қазақстанымызға белгілі азаматтардың бір болып жетсін. Құда қаласының тойдың бастамасы ғой міне. Осы тойға жалғаса берсін. Мына жерде міне жаңа алыс жақыннан келген қонақтар тілек айтып жатыр міне. 40-тың бірі Қыдыр дейді, 1000-ның бірі Уәли дейді міне. Осы айтып жатқан тілектің барлығы Алланың құлағына шалынып періште әумин десін. Тойға жалғасын айналайын. Құтты болсын. Кешар құрметті қонақтар, Сарғасқалар әулеті тойларын құтты болсын. Бажа, Қайнапа, Жасұлан, Нұрлан, сендерге де құтты болсын. Тойға баса берсін. Әрдайым келсе осы үйге тойға келейік. Балдар өсе берсін. Көбейе берін өздеріне. Құрметті қонақтар, Сәрсен жезде, Таняпа, Жасұлан, Нұрлан, міне бүгін балдар үстінен отырғызып, солардың мұсылмандармен тойға келгенде тойларын тойға оласа берсін. Балдар өз абыройда жігіт болып өсіп, еліне қалауға азамат болып жетісе берсін. Тойлар
Қосылам деген адамды қинамаймыз. Дастархан жайып міне кәрі жасқа, той жасады дүбірлі сарбасқа, осыған қосылайық қалғанымыз, елдерге уақыт қалсын тағы басқа дейміз. Енді мына аттарының өзі жаңа абай айтып жатыр. Нұрасыл деп жаңа бесікке салғансыз, керемет қойыпсыздар. Бағлан деген батыр, Бағлан деп қазақ керемет жігіттерді атаған. Жасұланның атын қараңыздар, Нұрланның атын қараңыздар, айналасын нұрландыру үшін деп қойған шығар. Баяғыда бір кісінің екі ұлы болыпты. Біреуінің аты Әділ, біреуінің аты Қадыр екен. Өскеннен кейін әкесіне рахмет айтып келіп жатыр дейді. Бұлар әке атымызды күшті қойыпсыз, Әділ болсын деп қойған шығарсыз, халыққа қадірлі болсын деп қойған шығарсыз, Қадыр деп. Естіген елдің бәрі таңғалады. Ұйқастырып қойған екен аттарыңызды деп айтады десе, әкесі айтады дейді, оны ұйқастырам деп қойған жоқ. Өмір бақи Әбдел Қадыр болсын деген сөйтіп қоя салдым деп айтады. Осы сияқты емес, бір керемет таңдалған аттар. Бір жігіттің аты Қошқарбай екен. Сөйтіп жаңа қыздармен танысса орысша сөйлеп қалған қыздар сұрайды екен, «Че это такое Қошқарбай?» деп. Сөйтіп анау айтады дейді, «Барана, знаешь?» Дальше я ее муж деп айтады дейді. Ондай емес пе, керемет атқа лайық балаларымыз болашақта сол атына зат сай болып өссін. Енді қазір мына сіздердің қолдарыңызбенен жаңа жұбату сыйлықтардың кішкентайын үлестірейік. Билеттеріңіз өздеріңізде шығар. Мына үлкен кісілерден ақ аламыз. Біреуін алып жіберіңіз аға. Бісміллә. Түбінен таңбақ. Өзіңізді шықпайса қатып өтіредіңіз. 33-ші билеттің иесі бар ма? Крутой номер екен 33. Бар ма? Бар болса келіңіз. Ай, бар екен, бар екен. Бар 33, таза 33 екен. Мына сізге таптырмайтын дүние екен, миксер. Құтты болсын, игілігіңізге жарасын. Ең тағы бір өзі бар осындай. Ағаларымыздың бірі. Ала. 41 болса екен, шіркен айдап болсын. 273-ші билеттің иесі бар ма? Арамызда. Бар ма? Өймегі бар екен, ол кесеңші. Бар екен. Бар екен. Сыртқа шығып кетейін деп отырыңыз жаңамен байқадымда. Отырғанымыз қандай жақсы болды. Үзілістікке дейін шыдап отырсаңыздар, осындай сыйлыққа ие боласыздар. Той иелерін ортаға алайық. Жақсылап билейік, содан кейін дастарханға бірақ жайғасайық. Кет! Жүр! Өзім таптым, бүгін бағайламын.
бүгінгі тойымыздың басты себепкерлерінің бірі, бір емес бірегейі, бетіне шыққан кілегейі. Жасұлан бауырымды ортаға шақырайыншы. Жасик. Біздің жігіттер, мені жігіттер керемет жігіттер. Енді жаңа мен ана музыканттардың нелерін сұрап жатыр да, осындай дүркірет той жасап жатқан осы жігіттер не жұмыс жасайды деп бір таныстырып, не жұмыс жасайсыз? Мен деген шағын кәсіпкердің фармацевтика саласында жұмыс істеймін. Ай бәрекелді. Мына балаларыңызды өскенде кім болса деп армандайсыз? Жаңа бір кісі айтып отыр ғой, біреу президент болсын, біреу премьер-министр болсын деген сияқты. Кім болса дейсіз? Балам негізі дәрігер болғанын дұрыс еді. Дәрігер болғанын қалайсыз? Онда қазір оны сіз арқылы таңдап көрейік болашақ мамандығын. Дәрігер болса қалай болады, басқа мамандық иесі болса қалай болады. Менің ана өз зият деген досым тұр. Қасына барсаңыз сізге мамандық береді. Сол мамандық иесі ретінде ортаға Жасұланды шақырып, жақсы болып жатса көңілдеріңізге қонып жатса қошеметтеп қоясыздар. Өткенде мына ресторанда бір жақсы жер телевизор жоқ еді. Бір тойда жүрміз. Тойдың ортасында әйелдердің бәрі тұп-тұп дала аша бастады. Не өніп кетті деймін. Сөйтсем сол кезде бір турецкий сериал басталады екен. Сыртта телевизор бар екен, сол жерде отыр әйелдердің бәрі. Сериал бар кетті. Сериал үшін күйеуімен ұрсысатын әйелдер бар екен ғой. Күліп жатыр әне сөздер. Күлген ештеңе емес. Жапонияда сериал көру ауру болып есептеледі екен. Одан кәдімгідей емделеді екен адамдар соны қою үшін. Енді ақырында дәрігерлер туралы сөз қозғап қалдық. Жаңа Жасұланның өзі айтып жатыр. Балам болашақта дәрігер болса деп армандай, сондай маман иесі болса деп. Қазір біздің Жасұланымыздың өзі дәрігер болса, ол қалай болатын еді? Соған көз жүгіртіп қарап көрейік. Алматы облыстық ауруханасы бар қалаға кіреберіс жерде. Сол аурухананың бас дәрігерін арнайы қонаққа бүгінгі тойымызға шақырып отырмыз. Ендеше сіздердің құрмет қошеметтеріңізбен ортаға шақырайық. Алматы облыстық ауруханасының бас дәрігері Жасұлан Сәрсенұлы кешімізге арнайы қонаққа келіп отыр. Қошеметтеп, қасыма айметтеші. Ассалаумалейкум. Скорый помощь па? Иә. Бәсе асып қой келдіңдер ғой. Пробка болып жатыр дейді. Жескенде жүргем жоқ. Не үшін келді екен демеңіздер. Осыдан бір апта бұрын осы Жасұланның өзіне қан тапсырған екен, денсаулығын білу мақсатында. Соның нәтижесі шығып отыр дейді. Дәрігерлердің өз аузынан естейік. Дәрігер біздің ана Жасұлан той жасап жатыр. естіп жатқан жақсы айтқан шығар жігіттер. Жалпы Жасұланның денсаулығы қалай? Не істеуге болмайды? Енді Жасұлан бауырымыз арақ ішуге болмайды. Темекі шегуге болмайды. Өте қызген жігіттерге қарауға болмайды. Жалпы денсаулығы жақсы ма? Жақсы. Қанша жыл өмір сүреді Құдай қаласа? Ай бір 120-дан отыр. Өзінікі болғаннан көйтіп отқандар ойсың ба? 120-дан отыр. Мына дәрігер мен де денсаулығын тексертіп алсам деп жүрмін. Той деп уақыт болмай жүрмін. Приборымыз бар екен, мені бір тыңдап осыны. Байға, көз жүріңізші. Құлаққа әдемі сау. Ей, жүрек сол жақта болады. Жүрек сол. Өйсен, мал дәрігер емессің бе? Адам дәрігерсің. Сіздің жүрегіңіз дұрыс естілмейді. Естілмейді деп қой. Өзінің құлағы дұрыс естілмей жүрген елді қайтып емдеп жүрдіңдер. Жігіттер, лор врачқа бір көрсетіп алыңдар. Дұрыс болып жатса осы мамандықты береміз. Ақ халатты абзал жандардың жұмысы оңай деп ойлайсыздар ма? Осы салада ерінбей, қажымай қызмет жасап жүрген қыз жігіттердің құрметі үшін бір шапалақтап шығарып басқасын беріңдер. Мынау оңай емес. Дипломды сатып аламайсың бұл мамандықтың мысалыға. Қазір енді келесі ортаға келейін деп отырған мамандық иесі біздің елімізде сізбен біз біле бермейтін сан көп. Мысалға Астана қаласында, қазір Нұр-Сұлтан қаласы деп атаймыз ғой. Көшеге түкірсеңіз 3 күнге қамап қояды. Былтыр бір Астанаға той болып қамап қойдыңыз. Алматыда жүрміз бе деп жүрміз. Сол сияқты тойға да заңдар шығарып жатыр екен. Мына Қасым-Жомарт Тоқаев президент болмай тұрып, мына сенатта отырған кезінде тойға заң шығару керек депті кәдімгідей. Тойды бір жүйеге қою керек деп. Енді оны біз заңның айналасында жүрмегеннен кейін білмейміз. Соны құқық қорғаушылардың өз аузынан естіп көрейік. Алматы облыстық ішкі істер министрлігінен келіп отқан жігіттер бар. Мен званиясын білмеймін. атын атап қана шақырайын. Алматы облыстық ішкі істер министрлігінен келіп отырған азаматтар бүгінгі кешіміздің қадірлі қонақтарының бірі Жасұлан Сәрсенұлы кешімізді арнайы қонақта. Қошеметтеп қарсы. Ассалаумалейкум. Қалай болсыңдар? Не үшін келді екен демеңіздер. Заң білмей жатырмыз біз.
Сол тойға заңдар шығарып жатыр дейді, соны сұрайын дедік та. Тойда шулайтындарды не істейсіздер? Шулайтындарды ішпеген болсаң демейміз, ішкен болсаң алмаймыз ғой. Тығылып ішетіндерді ше. Тығылып ішетіндерді көріп қойсақ қалмаймыз. Өте қатал екенсіз, өте қатал. Мына киіміңіз заң қатал ғой, сіз қатал емес, заң қатал. Киіміңізді көріп есіме түсіп жатыр да, өткенде мына Жаркент жаққа бір тойға кетіп барып, жолдан гай тоқтады ғой, есіме түсіп кетті киіміңізді көріп. Гай болып көріңізші. Гай демейді екен ғой қазір, ЖПП дейді ма? Жол патрульдік полициясы дейді. Мен мына жақтан келе жатырмын, мен тоқтатып жүреймін. Мыналардың бәрі машиналар ғой, малолитражкалар. 1-4 сондай авиандар, 0-8. Келе жатырмын, жол ережесін бұздым. Тоқтат. Ей, такси ұстап тұрсың ба, не істеп тұрсың? Жолдың ортасында жарқырап көрініп тұратын гай көшіп еді. Ағаштардың арасынан шығасың аяқтан. Ағаштардың арасынан, баннердің артынан, остановканың артынан ба, радармен тұрсың, сосын мойындамай кетемін. Жүгіріп шығып тұрды. Келе жатырмын, жол ережесін бұздым. Тоқтат, жүгіріп. Қайда тоқтайын? Міне қандай ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Денсаулық жақсы ма? Үй бала шағам ба? Жеңешем жақсы ма? Жұмыс жүріп жатыр ма? Өсіп сөйлесеміз ғой бұл кісілермен. Лапылдап кетесің ғой мына ұрған кезде. Көке бір тойға асып бара жатыр ма? Жасұлан деген, Нұрлан деген бауырларымыз кішкентайларына той жасап жатыр еді. Кішкене нарушать етіп қойдым мен, біліп тұрмын өзімде. Бір жолға жібере салыңызшы, кешіре салыңызшы. Ал Жәкең тойға барып қалмасаңыз жүре беріңіз. Қой! Өстіп жібере салатын гай көріп көрсің өмірлеріңізде. Не ғой? Ақша іштеңе? Жоқ, іштеңе керек емес жүр. Ой, жалан жіберейін деп тұрмын нерде. Осындай жігіттер көбірек болса керек шапалақтап қана шығарсап жүрміз. Мына әдемі. Бұндай жігіттер жоқ деп айтамайды, бар. Өзіміз жолда жүргеннен көріп жүрміз. Жағдайды түсінетін, халықтың көңіліне қарайды. Енді соңғысын ортаға шақырайын, өйткені үлкен астың уақыт дайын болып қалған сияқты. Соңғысы, осыдан бір жылдан кейін Құдай қаласа жаздық Олимпиада ойындары өтейін деп жатыр. Жапонияда, Токиода. Біздің Қазақстанның атынан жарысқа барып жүрген спортсмендер көп екен. Балуан қыздарды алдырыпты, Монғолиядан алдырып біздің атымыздан қосып жатыр. Оның Цицик, Албатрах деген қыздарымыз бар екен. Атын жаттаудың өзі екен. Біздің қазақта күрескерлер таң бар. Балуан Шолақты туған, Қажымұқанды туған елден бір балуан шықпай қалды деу мүмкін емес. Сондықтан да жаздық Олимпиада ойындарына қатысатын бір қазақтардың қатары болса екен деп армандап едік. Таптық. Өзіміздің Сарғыс қаладан шыққан жігіт екен деді. 79 келі салмақ дәрежесіндегі Азияның 3 дүркін чемпионы, халықаралық дәрежедегі спорт шебері, Жапонияның Токио қаласында өтетін жаздық Олимпиада ойындарына қатысатын біздің былғары қолғап шеберіміз, боксеріміз Жасұлан Сәрсен, Қазақстан! Қалайсыздар? Жақсы. Дайындық қалай? Жақсы. Кіммен бокс түзесіз? Кумал, боксер. Жеңесіз ба? Жеңем. Алтын бар ма қазаққа? Гарантия. Әдемі. Күшті жарасыпты, бірақ бас киім кішкене тарлау болды. Қанша, сіз кешіңіз, мен қанша боксер көріп жүрмін осы күнге дейін. Бірақ мына майканың ішінен рубашка киіп алатындар бірінші көріп өте мәдениетті боксер болып тұр ғой, қазақтар келді деп кетпекші. Сосын мен Жасұлан қазір хабарлаймын. Қайтқан кезде де таяқ жеп қойған боксер емес, қолдармен бүйтіп жаңағы действительно алтын күміс қоласымен қосып бәрін маған беріп өтіп тартып алған адамсыз қолдармен бүйтіп төрге дейін бар да төр жақта үлкен кісілерді көрген кезде қайын жігітті көрген кезде әсіресе перчатканы тегіс бір рет сүйді былай қарай шығып кетер екен. Қазақ еліне арналған Олимпиада чемпионы Жасұлан Қазақстан! Перчаткасын сүйіп, адам сияқты кетті. Жұдырығын көрсетіп кетеді бар бейті. Тәрбие көрген жігіттер ғой. Енді бұл ойын. Бірақ бұда біздің бүкіл қазақтың ойы, арман тілегі жатыр деп қабылдасаңыздар. Бұл дәрігерім шақырған, мазақтаған, керек келген нәрсе емес. Есігінің алдынан қайтарып жіберетін, кабинетіне кіре алмай кететін дәрігерлер көп біздің елде. Бірақ халықтың денсаулығы үшін аянбай қызмет жасайтын дәрігерлеріміздің қатары артса, құқық қорғаушыларымыз осындай әділ қызмет жасаса, және біздің туымызды байрақты бәсекелерде басқалардан гөрі өзіміздің қаракөз қазақтарымыз желбіресе деген тілек, және сондай ұрпақ бүгінгі біздің сүндет тойын жасап жатқан, бесік тойын жасап жатқан балаларымыз болып өссін.